Сәлем қыздар, бүгін сіздермен бірге Төребек Алия. Бүгін сіздерге осындай бір ғана жұмыртқадан жасалатын өте дәмді печеньенің жасалу жолымен бөлісемін. Менімен бірге видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен бізге керек заттар: бір жұмыртқа, ұн, сұйық май, құмшекер және қопсытқыш. Алдымен бір жұмыртқамызды жарып алып, оның үстіне құмшекеріміз бен сұйық майымызды құйып, венчиктің көмегімен осылай араластырамыз. Шаншқымен де араластыруға болады. Шамамен 1 минут уақытта араластырамыз. Массамыз бір-біріне әбден біріккенше. Ендігі кезекте ұнымызға қопсытқышты салып, араластырып алып, осындай електен өткізіп, ұнымызды қосамыз. Ұнымызды електен өткізіп қосамыз, қыздар. Қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз біздің жұмсақ болып шығады, қолымызға жабыспай. Қыздар, мен каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздермен көптеген керекті рецепттермен бөлісемін. Міне қыздар, видеода көргендеріңіздей қамырымыз жұмсақ, қолға жабыспай осындай болып шығады. Енді кезекте табамызға пергамент қағазын төсеп алып, қолымызбен қамырдан осылай кішкене бөлігін үзіп алып, оны құмшекерге батырып, өстіп табаға барлығын орналастырып шығамыз. Қамырдан көз мөлшерімізбен алып бөліп аламыз. Кішкене домалақтардан пісіреміз, қыздар. Қазір піскен кезде біздің қамырымыз 2 есеге үлкейеді, сондықтан онда үлкен қылып пісірудің қажеті жоқ. Әйтпесе печеньелеріміз үлкен болып кетуі мүмкін. Осылайша барлық печеньелерімізді орналастырып болған соң бетін шаншқымен басып шықтым. Бұл өз қалауларыңызша, қыздар. 200 градуста қызып тұрған пеште 10-15 минутқа пісіріп аламыз, қыздар. Печеньеміз тез піседі. Міне, менде пісіп шықты. Өте дәмді болып шығады, қыздар. Видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер.